исламда адамның өмірі бұл қасиетті бағаланады. Өйткені Алла тағаланың қасиетті кітаптарында ең бірінші құнды дүние бұл адам. Яғни барлық адамдар Алланың ең жоғары дәрежесінде жаратылған мақлуқтар деп танытылады. Соған байланысты басқа әлемнің барлығы сол адамдарға қызмет ету үшін деген мәндегі жаңағы аяттар бар. Яғни бүкіл әлем, бүкіл жаңағы мүмкіндіктер, нығметтер осы адамзат баласына қызмет ету үшін жаратылған. Алайда осы адам өзіне берілген осы мүмкіндіктерді, нығметтерді ғана пайдаланып қоймай, кейде өз-өзіне жаңағы қатыгездік жасау деңгейіне шейін түсуі мүмкін. Сол кезде жаңағы адамдардың еңбегін пайдалану, адамдардың хақысын жеу, тек қана адамдардың хақысын жеу емес, өз басын да саудаға салу. Осы орайда бұған ислам түбегейлі қарсы болатын себебі адамның өмірі бұл ең қасиетті деп саналған дүние болғандықтан, оған қол сұғуға харам етілгендіктен, оған жаңағы басқа адамдардың араласуы оған мүлде рұқсат жоқ. Әрине бұл соғыс жағдайында, кепілдікке түскен жағдайда басқа кездердегі шарттар бөлек. Бірақ бейбіт жағдайдағы адамның саудасы бұл жаңағындай адамзатқа, адамның жанына қарсы бағытталған қатыгездік деп санау керек. Керісінше исламда бұл адамдарды немесе әртүрлі саудаға, құрбандыққа түскен, құлдыққа түскен, күңдікке түскен адамдарды азат ету дәріптеледі. Яғни бір адамды азат ету, бір адамды құлдықтан құтқару, жаңағы сахара толған алтыннан немесе сахара толған байлықтан артық деген сияқты мазмұндағы дүниелер бар. Бұл нені білдіреді? Адамның бас бостандығы, тәуелсіздігі бұл ең басты дүние. Жалпы исламның өзінің негізгі мазмұны адамның тәуелсіздігіне негізделген. Егер адамның тәуелсіздігі болмаса, басының бостандығы болмаса, Құдайдан берілген бұйрықтарды да орындауға мүмкіндігі болмайды. Сондықтан бұның барлығын жүзеге асыру үшін адам ең бірінші бас бостандығының болуы керек. Ақылы болу керек, бас бостандығының болу керек. Ал бас бостандығына қол сұққан адамдар, ол әрине жаңағы Алланың қойған заңдылықтарына қарсы келген адамдар, ол адамдарды пайдалану. Қазіргі кездегі адамдар мынау азғындықтың деңгейіне түскен кезде, осы рухани жаңағы дәрежесінің төмендеген, құлдыраған деңгейіне түскен кезде оңай олжа табу, оңай пайда табу деген нәрсені көбірек ойлап кетті. Сол үшін не істеу керек? Адамдарды тегін пайдалану керек, адамдарды тегін қолдану керек, керек болатын болса оларға билік жүргізу керек, жаңа үкім жүргізу керек. Тіпті ол қолына келмейтін болса олардың жанына қас қылуда қазір адамға түкке тұрмайтын дәрежеге жетті. Бұл өз кезегінде рухани дағдарыстың, рухани құлдыраудың ең төменгі шегі деп айтуға болады. Сондықтан әрине қолына түсіп қалған бейкүнә адамдарда мүмкін ешқандай кінә жоқ, бірақ дегенмен бұның да бір себептері бар, тетіктері бар. Соған жоламауға тырысу керек, содан аулақ болуға тырысу керек. Ол қандай адамдар саудаға түсіп кетеді? Жаңағы әртүрлі құмар ойындарына түсіп кеткен адамдар, әртүрлі теріс жүріске салынып кеткен адамдар, әртүрлі жаңағы үй көрмей қаңғып жүрген адамдар, көп әртүрлі қылмыстық топтармен байланыс құрған адамдар осындай сауданың құрбанына айналып кетеді. Сондықтан үйінде отырған адамды ешкім ұстап алып кетіп саудалап жатқан жоқ. Сондықтан бұл адамдардың рухани өзінің өмірінің мәдени тетіктерін қалыптастыруда сондай құрбандыққа түсіп кетуден алдын алатын дүниелер. Әрине бұның ішінде жаңағындай діни бағыттағы негіздерде, жамағат негізінде кіріп та кейін басқалардың қолжаулығына айналып кетіп жатқан адамдарды да қосу керек. Бұлар ізгі ниеттен туындап, сол адамдарға қосылып, кейін өздерінің қандай топтан шыққанын білмей қалып жатқан адамдар. Сондықтан біз бұны да назарда ұстауымыз керек. Яғни дінде де, өркениеттік қоғамда да, адамзаттық қағидаларда да бұндай нәрселер жоқ. Бұл адамзаттың болмысына, жаратылысына, Құдайдың қағидаларына, діннің қойған нормаларына қайшы дүние. Бала деген бұл жаңағы ислам қағидалары тұрғысынан алған кезде бұл адамдарға берілген аманат. Яғни жаңағы Құранның өзінде айтады, біз сендерге жаңағы бала шағаны, отбасыңды, әйеліңді жаңа белгілі бір ермек үшін, қызығушылық үшін бердік. Бұл жаңағы сендерге аманат үшін деген сияқты. Сондықтан бұл аманатқа қиянат жасамау, бұл бала деген кім? Бала деген ертеңгі қоғам, бала деген ертеңгі мұсылман, бала деген ертеңгі адам, бала деген ертеңгі тұлға. Сондықтан мынау ең бірінші бұл балалардың басқа адамдардан ерекшелігі жаны әлде қайда нәзік болады. Яғни бұлардың бірінші жаны нәзік болады, екінші бұлар сыртқы ақпаратты тез қабылдайды. Олар нені көрсе, мынау қазақта мақал бар ғой, ұяда не көрсе, шыққанда соны алады деген. Сол ұяда не көрсе деген, ұяда тек қана бала болады.
мінекей осы баланың санасына беріп жатқан тәрбие ертеңгі қоғамның бағыт бағдарын айқындайтын үлкен бір критерийлерге айналады. Сондықтан мынау таяу шығыстағы балалардың аянышты күйі, мына көптеген жаңағы әлеуметтік желілерде, интернет парақтарында, ақпарат құралдарында орын алып жатқан аянышты жағдайлар, бұлардың барлығы олардың жан дүниесінің, жан айқайының көрінісі. Құрбандыққа шалынуы, әртүрлі жаңа қашу пысу кезінде балалардың өлімге ұшырап жатуы, қатыгездікке ұшырап жатуы, жыныстық жаңа зорлық зомбылыққа ұшырап жатуы, көптеген жан түршігерлік ауыр жағдайларға ұшырап жатуы, тіпті балалардың қолына қару жарақ беріп, оларды соғысқа айдап салудың өзі сол балаларға жасалған үлкен қатыгездік қылмыс. Сондықтан неге бұлар ертең сол қатыгездік қанішерлікпен тәрбиелейді. Бала кезінде олардың көзі тек қана жақсылықты, әлемнің әдемілігін, адамдардың мейірімділігін көретін кезде қанды көруі, қатыгездікті көруі, жаңағы ашкөздікті көруі, қашқынды көруі, ашаршылықты көруі бұл ешкімнің басына тілемейтін дүние. Сондықтан мынау таяу шығыстағы балалар, әсіресе мынау Сирия халқының қазіргі бейбіт тұрғындары, солардың балалары қазір өте үлкен тауқыметті жағдайды басынан кешіріп отыр. Бұл тек қана әрине бір қоғам ретінде бұлардың басына төнген үлкен бір қасірет. Бұндай жағдайлар кез келген қоғамның басына келуі мүмкін. Өйткені жаңағындай топтасқан адамдар қоғамдағы әртүрлі лаңкестіктерді, әртүрлі жаңғырықтарды осындай бейкүнә адамдардың, бейкүнә жандардың көзімен, қолымен де жасатуға тырысады. Яғни соны үрейлетіп көрсету үшін, өздерін қорқынышты етіп көрсету үшін сол балаларға зорлық зомбылықты көрсетіп отыр. Сондай деңгейде мәселені ушықтырып отыр. Демек, олар не істеп отыр? Яғни былайша айтқан кезде балаларды пайдалана отырып, өздерінің мүддесіне жеткізуге тырысып отыр. Әйтпесе, кез келген жануар, кез келген тіршілік иесі ешқашан өзінің баласына, ұрпағына, жаңағы артынан келе жатқан нәсіліне қатыгездік жасамайды. Ал бірақ адамзаттың Құранда бір аят бар ғой, Алла тағала адамды ең жоғарғы мәртебеде жаратқан, бірақ ол ең төменгі мәртебеге түсуі де мүмкін. Мінекей осы балаларға қылмыс жасау, балалардың өміріне қауіп төндіру, балаларға қару қолдану, балаларды жылату, былайша айтқан кезде мынау енді дінде мынандай қағидалар бар, мазлум, зұлымдыққа ұшыраған адамның жаңа көрсінісі ғарышқа жетеді, Аллаға жетеді деген. Мүмкін енді сол жақсы бейкүнә балалардың дұға тілегінен, сондай бір үлкен бір ниетінен, қалауынан бұл қоғам оңдалуда мүмкін. Алла соларға мейірімін төгуде мүмкін. Бірақ ешкімнің басына тілемейтін дүние, бейкүнә адамдардың басына келген қасірет, бұл барлық адамзаттың иығына түскен үлкен ауыртпалық. Оны жою үшін бірінші соған себеп болған, түрткі болған топпен күресті нығайту керек, соларды адамзаттың ішінен аластатуға тырысу керек. Сонда ғана бұл өркениетті, дамыған, балалар жыламайтын қоғамға айналуға болады. Әрине, ешкімнің баласына қатыгездік, ешкімнің баласына осындай бір аянышты жағдайлар болмаған. Әлемде ең жақсы өмір сүретін балалар болу керек, ана мен баланың ажырамауы керек деген мәселелер, бұл ең рухани, жаңағы тыныштықтың жағдайындағы, бейбіт халықтың жағдайындағы оқиға. Сондықтан балалар шынымен де қазіргі Сириядағы балалардың жағдайы бұл өте аянышты. Бұл мүмкін мұсылмандарға бір сынақ, бұл мүмкін барлық мұсылмандарға бүкіл жауапкершілік. Осы тұрғыдан алған кезде біз ислам мәселесін, ислам дінінің жаңағы мейірімділік мәселесін, көмектесу мәселесін, жаңағы осындай лаңкестікпен күресудің жаңа бір тетіктері мәселесін қайтадан қолға алуымыз керек. Себебі қаншама мұсылман ғалымдары бұл адамдардың мұсылман емес екендігіне қатысты пәтуалар шығарған. Демек, ол адамдар қайдан кірді, қандай адамдар, бет бейнесін айқындау керек, және ешқандай адамзатқа, соның ішіндегі бейкүнә адамдарға бағытталған қылмыстарға барынша тосқауыл болу керек деп ойлаймын. Қазақстаннан да сол жаққа жаңағы отбасымен кетіп қалған жағдайға байланысты балалар сол жақта тәрбиеленіп жатыр. Олар қайда білім алып жатыр, қандай оқу орнында жүр, қандай балабақшада жүр, біз ол туралы ойлай алмаймыз. Өйткені ол жерде нақты мемлекет жоқ, мемлекеттік жүйе жоқ, мемлекеттік құрылым жоқ, яғни жүйеленген бір тәртіп жоқ. Сондықтан ол жердегі балалар не жаңағындай қашып пісіп, әртүрлі топтардың қармағынан, қаруынан тығылып өмір сүріп жүр, анда-мында тығылып, не өте төмен жағдайда шатырларды паналап, сол жерде мүмкін қолдарынан келгенше бірдеңелер үйреніп жатыр, немесе олардың әртүрлі жастарға бөлініп, жаңағы экстремистік топтар оларды өздерінің мүддесіне пайдалану үшін дайындап жатыр. Бұл ең жоғарғы жаңағы
болжам, себебі балалардың қолымен де көп нәрселер істеуге олар тырысады. Яғни қолындағы бар ресурстарын басқаларға қарсы бағыттау үшін қолданады. Сондықтан олар үшін баланың өмірі, ананың өмірі, адамдардың өмірі қымбат емес. Олар жойып, өздерін өлтіріп, беліне бомба байлап, қолына қару-жарақ беріп, соғысқа. Өйткені кейбір дәйектемелерде бар, қаншама жасөспірім балаларға қолына автомат қару беріп, жихадқа салған, бір соғыста, бір қақтығыста балалардың 90%-ға жуығы өліп қалады. Неге? Өйткені олар қаруға ие бола алмайды. Олар өйткені соғыстың тактикасын білмейді. Олар өйткені өздерін қорғанудың тәсілдерін білмейді. Сондықтан олардағы балалардың тағдыры біз үшін беймәлім. Сондықтан әрине, адамдар сол жаққа барсын деп айтпаймыз. Ешбір адам ол жаққа бармасын біздің қоғамнан. Өйткені ол жерде ешқандай күтіп тұрған жақсылық жоқ. Бұған қазір қоғамның көзі жетіп келе жатыр. Бірақ соған қарамастан балаларын, отбасыларын бірге алып қаңғыртуы, мына жақтағы бейбіт тұрғыннан безуі, бұл Алланың шүкіршілігіне, нығметіне қарсы бір жасалған қылмыс. Яғни осындай тыныштық, осындай берекенің ішінен қашып, соғыстың жағдайына түсу, бұл қазіргі берген Алланың нығметінен қашу. Сондықтан адамдар бұны түсіну керек. Тіпті өзі қасіретке ұшыраған жағдайдың өзінде санасы сау адам ұрпағын сақтап қалуға тырысады. Кез келген жануар өзі өлсе де ұрпағын аман алып қалуға тырысады. Сондықтан өзің кіріп бара жатқан түнекке бала шағаңды, отбасыңды қатар алып кету, бұл да үлкен бір қасірет.